Мынау кім? Бұл мен. Жасанды интеллект құралдарын қолданып не жасауға болатындығы туралы айтайын деп тұрмын. Бұл не? Бұл бұрынғы дәптерлердің сырты. Бұл бұрынғы дәптердің өлшем бірліктері жазылған сырты. Бұл жасанды интеллектпен жасалған әдемі өлшем бірліктері жазылған көрнекілік. Бұлар жасанды интеллектпен жазылған әдемі өлшем бірліктер жазуы және бұрынғы дәптердің сырты. Бұл не? Бұл жасанды интеллект құралдарымен жасалған интерактивті сабаққа пайдаланылатын интерактивті көрнекілік. Интерактивте нелер бар? Интерактивте мәтін бар. Және сол мәтінде кездесетін заттардың суреті бар. Суреттердің қасында сандар бар. Сандарды бассаң, сол суреттегі заттардың анықтамасы шығады. Ол мәтінді оқуға болады, біреу оқып тыңдауға болады, қайталап оқуға болады. Және осы мәтін бойынша сұрақтар құрастырылған. Ол сұрақтарды дұрыс жауап берсең жасыл, қате жауап берсең қызыл шығады. Осы сұрақтар бойынша топтарға бөліп мәтінді өтілген тақырыпты пысықтауға болады. Жасанды интеллектті ескі дәптердің сыртындағы құрғақ мәліметті әдемі етіп жазу үшін қолдансақ, онда жасанды интеллект мүмкіндіктерін өте аз қолданған боламыз. Қолдана білгенге жасанды интеллект мүмкіндіктері өте көп. Бұл не? Бұл жаңағы интерактивті құралды жасанды интеллектте жасау процесі.